Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Қазақстан өкілдігінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бас ассамблеяның 70-ші сессиясында сөз еткен бастамалары шеңберіндегі жобалар талқыланды. Басқосуға келгендер даму тежелген әлемдік экономиканы ілгерілетуге арналған президент ұсыныстарын жоғары бағалады. Ұйымның Африка елдеріне қатысты міндеттерін атқарушы өкілі Қазақстаннан үйренетіміз көп деген пікірін жеткізді. Қарақұрлықтың сауда-экономикалық ынтымақтастық одағының өкілдері болса, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елдің әскерге жұмсайтын қаражатының 1%-ын экономиканы дамытуға бағыттау жөніндегі бастамасына ерекше ықылас танытты. Айта кетейік, осындай басқосулар Латын Америкасы мен Кариб бассейні мемлекеттері өкілдерімен де өтті. Көшбасшы болу үшін мемлекетті басқарып қана емес, туындаған мәселелерді шеше білу керек. Осы ретте айтарым, біз осы бастамаларды қолдаймыз және Қазақстанмен ынтымақтастығымызды дамытып, оңтүстік бағытында бірге жұмыс істеуге дайынбыз. Сіздердің елден көпті үйренуге болады. Қазақ еліне сапар шегу барысында ауызбіршілік пен тұрақтылық арқасында дамыған мемлекетті көрдім.